Сіздер елестерге сенесіздер ме? Мен өз басым сенбеймін. Себебі ешқашан көрмегенмін. Бірақ менің көрмегендігім олардың жоқ деген сөз емес қой. Бұл жобаның мақсаты ең алдымен өзіме, сосын сіздерге олардың жоқтығын, не бар екендігін көрсету. Біз Қазақстанның ең қорқынышты жерлеріне барып, бір түн қонып, елестерді іздейтін боламыз. Таппаймыз деген ойдамын, бірақ егер кездестіріп қалып жатсақ, Құдай сақтасын. Бұл біздің алғашқы шығарылым, және біз таңдаған жер Вов госпиталі. 1967 жылы бұл госпиталь Ұлы Отан соғысы ардагерлерін емдеу үшін ашылған екен. Бір уақытта 250-ге жуық әскери қызметкерлер мен ардагерлер емделген екен. Ресми деректер бойынша 2010 жылғы жер сілкінісінен кейін ғимарат зақымданып, бұл жерден кетуге мәжбүр болған. Бірақ ол жалғыз себебі ме екен? Ол жағы белгісіз. Себебі аңыз бойынша бұл жерде форма киген Ұлы Отан соғысының ардагерінің елесі жүр. Біздің мақсат оны іздеп табу. Көріп тұрғандарыңыздай, менің қуанышыма орай бүгін жалғыз зерттемеймін. Жанымда Ануар a.k.a. Делякур. Мистика. Мен негізі өзім пугливым да, сондықтан... Чорт. Вот. Делян жанында болған, вот видите, осы нәрсесімен меня это облегчает. Күлет, әзілге айналдыру деген сияқты. А вообще есть такое, что этот лес вообще жуткий, да. Страшный лес, деп заебал. Сетші, Деля, қорқытпашы мен. Ал, ақырында бара береміз ба? Ар жақта қарашы. Біз, конечно, қорқынышты жердеміз, бірақ бізбен бірге Құдай бар. Так, все, біз келдік, Деля. Мына жерде мен күндіз болғам, пайде. Түнде қорқыныштырақ, иә? Басқа бай. Бағана вообще бір оң күліп жүргенбіз негізі, қазір кішкене қорқыныштырақ. Так, міне 3 этаж. Біздің базамыз бірінші этажда, базаға жетіп алайық. Бізде құрылғылар бәрін дайындап қойғам. Сонымен танысайық, кеттік. Кеттік. Ары қарай іздейміз. Так, Ануар, біз құрғыл емеспіз. Көріп тұрғанындай бізде техника бар. Жағдай бар, нормально. Так, мына екеуін ашсаң ашылады. Тиын түсіп атыр. Бәрекелді. Бізге аулауға... Әке, мен ұстап тұрам, сен көрсет. Призрак дей бермей, елес дей бермей ат қоямыз болған үшін. Призрактың атын? Давай. Только андай дизреспект болмау үшін, все-таки ардагер ол. Давай, андай. Типа, күшті ат қояйық. Мүсірәлі, Ғабиден. Ғұбайдолла. Нурик болсын, Нұрлан. Нұрлан. Нұреке, Нұрата уже, да? Нұрата. Так, Нұратаны іздеу барысында бізге көмектесетін құрылғылар. Біріншісі... Жанатта болсын, Нұратан. Ұшып жүрмесе енді осы жерде. Біріншісі тепловизор. Қазір көрсетем. Жылулық. Көрініп тұр ма? Кән. Даже на ерде түрің нормально ол сен. Бәрі, әлбетте. Даже здесь әдемісің. Әлбетте, үй жөні. Так, дальше. Бұл ЭМП, бұл радиомагнитті тоқымдарды нететін болады, ұстайтын болады. Сосын диктофон бар. Нұрағаңмен сөйлесуге, іздеген кезде, немесе сұхбат алып тастауға бір-бірімізден, скит жазып тастайсың ба тректарыңа. Сосын соңғы лот бұл пленочная фотография. Мына жерде тұрған сияқты дейміз, банк еткіземіз. Тұрса, астралдағыда. түсіп жереміз. Прикинь шықса, я не знаю, что я с собой сделал. Так, бірден өзімізбен алып кетейік, бірінші этажды қазір зерттейік, бірге жүрейік, бөлінгенде бөрі жейді. Сосын қазір әр белгілі бір комнаталарға барғанда, зерттейтін комната болса, GoPro-ларды орнатып қоямыз. Қолымыз жеңіл болатындай. И МП-ларымызды ұстап ап, уже іздей береміз ғой. Болды ғой. Нұрақа, жди нас. Ал, достар, біз кеттік. Ал, бісмілда деп. Құдай сақтасын.
Так, енді Бірінші этаж аккуратней. жеттейміз, қаяқтан бастаймыз? Қаяққа жаның қалап тұр. Қорқыныштырақ, мына жаққа. Жоқ, давай, мына жаққа. Мына жақты бітірейік бірінші, иә. Мына жақ қорқыныштырақ сияқты. Вот жер сілкінісінде прям құлаған ғой бұның бәрі да. Жоғи, ондай жер сілкінісі болмаған шығар. Сондай болған болып тұр Тұра ғой. бергеннен құлаған ғой бұл. Ух ты. Подозрительный лау деген. Міне нақ. Қазір мен емпін тексеріп тастайық бір. Да, это был туалет, очевидно. Иә, мына жерде ажитқанда болыпты. Қара, 0. 0, иә? Нұрған көрінбейді. Саған қарата қарасам, 15 дейді. Ой, дегем. Фонарикқа походу. Призрак болып жүрген жоқсың ба өзі сен? Мына қара. Мына бір жерлерде бір болды жай. Нұраға, сіз бе? Міне. Там внутри, да? А можешь еще даже залезть? Просто мен өзім баруға желанием жоқ. Ақырын дәлі? Ну, ема, 6 болып кетті. Фу, бля, кеттік шыйып. Қаштық. Мына жақта Нұраға жүрген Біз сияқты. онымен кеттім мына жақтан. Нұраға кешіріңіз. Нұреке. Нұреке, осында болсаңыз бір белгі беріңіз. Нұреке. Все. Тыныш осында емес. 2023-те уже бір кісі болды. Жоқ болған сайын қуанатын болдық қой. Айтпа. Әке бір тепловизормен көріп жүрейік мына жерде. Әкел. Мен мына жаққа тұрайын давай. Мен қасында тұрм екен Нұрекен. Прикинь. Нұрекен қасында тұрса прикинь. Кәне. Жоқ, пока никого нет. Жоқ па? Фонариктің несі ғана тұр. О, только... А, нет, это уже... Жоқ, ешкім жоқ. Жоқ, бұл жерде ешкім жоқ. Так, біз GoPro-ларды орнатып қояйық қазір онда. Мына комнатаға кірейік. Қарай сал. Что, есть? Я болып тұр, бәрі көрініп тұр, нормально. Все, тогда мына жерден кетіп қалайық. Блин, Нұреке, братан, түспей ақ қойшы, біз қорқып жүрік етак. Так. Все. Эля. А? Аңғырыш? Прям жутёво жаңағы шымыраши. Андай типа, не верь. В призрака или в то, что их нету? Да, или что, не верь, что тут есть они, или не верь, если они что-то скажут, или что. Яндай ағылып. Фу. Надо вспомнить енді, біз сходили. Мына подвал вообще криповый сияқты ғой. Примерно, брат, примерно. Мен бармаймын ғой яққа. Барасың, брат. Мен точно бармаймын жоқ. Свечамыз жанып жатыр, орнында. Все нормально. Потом чекнем есть что. GoPro түсіріп жатыр. Подвалда болмаса, ол кісі ешқайда жоқ деген. Но я всю дорогу говорил, призраков нет, мен сенбеймін. И мне обратное ничто не докажет, кроме как сам Нұреке. Мен сенбеймін, короче. Чё? Аңғыр. Чё? Блять. Пакет па? Пакет қой, бірген басында бір адам сияқты көрініп қалған ғой, бля. В общем, біз экспедициямыз ары қарай жалғасып жатыр. Мына жерге GoPro-шканы қойып кетейік. Осы маған қазір шешеміз бір жерге қойып қойымыз. В общем, пока андай бір қызық, блядь. Не болды? Фу, сука. Фу, блядь. Ей! Ау, еще пиздец қарап тұр ғой. Блядь, дәл көзіме қарап тұрған ол. Ебать. В общем, бірінші этаж пока палайту сияқты. Айырып жедік. Пока без происшествий конкретно. Бірінші этаж без происшествий. Заебал. Так, бізде бірінші этаж аяқталды, енді екінші қабат пен үшінші қабат қалды. Көрейік, көтін шыдай ма деген ба? Еще как шыдайды? Шыдап тұр ма? Шыдап тұр. Так. Ебана. Или что, вообще битик, Деля? Ну, типа, чтобы острее было, жігіттерді демалдырайық, соло барайық өзіміз. Бір этажы ғой, бір айналып шығамыз. Я не уверен деген ба. Мен жүрегім слабый шашым. Жоқ, потом жақындайды ғой жігіттер. Либо айғайлайсың бірдеңе болса. Давай, кет. Бірақ бірдеңе болса айғайлаймын, мен шошып кетемін. Давай. Звонда или... Үрем. Үр. Воф! Воф! Осылай үрем.
Так, все. Вы в натуре хотите Кедели. меня одного здесь оставить? Кедели. Ля, мен қорқыттым. Мен де қорқыттым, бля. Или Мен ты бля. уже просто Жүре берейікші, бля, деген. Бір әдем жүреді. Короче, еще хотя бы бір айналып шыққанға, потом сендермен. Ладно. Потому что мен, да, Ладно, кездесеміз онда. Давайте, Сау пацаны. бол. Давайте. Все, я двину. И чё, в натуре кеттік Бля, па натуре қазір? кетіп баратық па? Натуре Только кетіп баратық Эделя. па уже? Мен өзім бар келейін ба ана қартай? Блять, страшно, пацаны. Ладно, мен кеттім. Бисмиллахи-рахмани-рахим. Бисмиллахи-рахмани-рахим. Ё-мой, мына жақта бірдеңе жазылып тұр. 2019 жылғы бірдеңе жазылып тұр. Выпусти дейді. Бисмиллахи-рахмани-рахим. Спите, умоляю дейді. Ё-мой, мына жақта қорқынышты жазулар ғой. Мен қорқып жатырмын. По идее, Делияның тактикасы жақсы. Надо разговаривать. Өзім жалғыз жүрмін. Ешкім жоқ жан жағымда, міне қараңдар. Біреу жүрсе айтыңдар бірақ. Бірақ сендер прямой эфир емес екен ғой бұл. Вот так, короче. Все. Там пиздец қорқынышты, мен қасымда алмаз жүрсе де бармаймын ана жаққа. Деля, как ты? Жаманмын мен, сұрамашы мен жағдайымды. Короче, еще біз бағана жүрген кезде Деля бар ғой. Фантазияны, короче, одан сайын өрбітіп, прикинь, фу, я не буду вспоминать, потом айтып беремін, сейчас. Мына жерде бір қыздың сурет тұры. Мына жерде дым жоқ, короче. Ебать, қорқынышты ғой. Все. Фуй, блядь. Фуй, блядь, сейчас. А, тут играли крестики-нолики, короче. Мына жерде қайтып жүресіңдер, мы рядом. Жопа, мы рядом дейді. Ебать, мына жерде қорқынышты жазуларға абзик, мен бармайым. Вот это уже как будто палаты. Потому что уже... Бля, я реально тут один. Я извиняюсь, скучно болса кешіріңіздер, мен тыршып жатырмын. Мне очень... Фух, блядь, қанбадық қолым ғой. Біз жалпы, менің ойымша, қараңғылықтан қорқуымыз генетически қалды, өйткені енді бұрын пещерада, даже қараңғыда, от жоқ кездерінде, түнде де ұйықтағанда білмейсің ғой. Түнде кеп саршаян жеп кете ме, сені не істейді. Поэтому как будто мы до сих пор боимся. Бля, мына комнаталарды қарасаңдар, шағайындар. Вы все говно дейді. Бізді говно қылып жерді ағайындар. Твою мать. Деля, ты живой? Я живой, да. Мына жақта комнаталар қарап жүрмін. Степа топ дейді. Степа красавчик родной. Жопа, мы рядом дейді. Тут, короче, надпись. Если вы собрали секрет полностью, надеюсь, сынган, у вас есть право выйти живыми, дейді. Я здесь, дейді. Блядь, он мне показывает там одну вещь. И я туда не пойду точно. Көріп тұрсыздар ма? Әне бұрышта жанып тұр. И соны көрсетіп тұр маған. Фу, блядь. Надеюсь, это Миша. Короче, мынау коридор. 20 метр жүрдім. Короче, қорқынышты жаман, айтамайым қорқынышты. Мына жақта туалетный бумагалар. В общем, жаман қорқыныш, мен тышып жатырмын. Мне надо выиграть Сулифа, мен на подвалға түспеймін жалғыз. Это точно. Мен бармайым подвалға, типа это факт. Ебать, мына жақта жарғанат жүр ғой. Ой! Жарғанаттар жүр ғой мына жақта, қорқыныш. Как будто мойныма жабысып алатын сияқты вампирлар.
әзірше Нұраға жоқ. Біз уже Нұраға. екінші этаж бен үшінші этажды бір-бірлеп көріп шықтық. Үшінші этаж, екінші этаж. Екі рет көріп шықтық да. Екі рет көріп шықтық. Міне біздің астымызда подвал. Ең қорқынышты жерге деп. келдік. Бізге Ең қорқынышты жерге келген кезде әрине не? Сулейфа еркек шешеміз Нұрқия Себені. Подожди, бір рет па? Үшке дейін конкретно. Ер кезегі үшке дейін. Best of 3. Best of 3, давай. Дайынсың ба? Сулейфа 1-0. You already know what I'm talking about, huh? Сулейфа 2-0. Абзи! Таяқ жеп жатырық қой, брат! Ева 3-0! Сухую! Су! И жақта кездеп сухую! Сухую! И жақта кездеп сухую! Деген ма, прикинь? Бәлем! Енді подвал туралы опытыңды айтып бересің кейін маған. Мен кадрдан қарармын. Мен өмірде ұнайтын затпен айналысамын ғой, білесің ғой? Маған подвалға түсу ұнамайды конкретно. Маған да ұнамайды. Айналыспаймын мен онымен. Все, сейчас. Подвал это морг? В этом прикол, да. Подвал это морг. Там бывший морг. Короче, да, мен айтпаппын Деляға. Сулейфаның басында, чтобы у него не такая мотивация была. Подвал, морг. Бывший. Надеюсь, бывший. Вот. Сондықтан енді көрерсің. Так, Блядь, менімен ешкім сөйлесуге желание жоқ па? Мыналар мені подвалға кіргізейін деп жатыр да, и кірейін деп жатқан моментте айтып тұр ғой, что там морг, и кейбір бөлмесінде адамдардың мәйітін жаққан. Біз Индия оғанбыз ба, сонда? Біз адамдар жерлемейміз ба? Жақпағанбыз ғой біз адамдарды? Или жағамыз ба? Біз жақпаймыз ғой адамдарды? Бисмиллахир-рахманир-рахим деп ең қорқынышты жерге түсейік. Біз осылай шештік. Мен мына жер морг деген мен жібере алмайды. Мен андай өте эмпат адаммын. Морг емес, өтірік ол, өтірік морг емес. Мен өте сезімтал. Морг емес. Мен андай сезім мүшелерім өте қатты дамыған. Морг емес, брат. В общем, мен уже бір рет айтып қойдыңдар ғой, енді морг деген сөз басында жаңғырық болып шығып жатыр. Деля ұтылғандықтан былай жасайық дедік. Ең қорқынышты жағына Деля барады, мен екінші жағына барамын. Бірақ сонда да енді морально кішкене қолдауым болсын деп. Ал, жақсы, ана жаққа бас онда. Жоқ, мен былайаққа қарата кеттім, ал бисмиллахир-рахманир-рахим. Бисмилла, енді қорқынышты жерге кеттік. Осы жер ғой деймін, морг болған адамдардың мәйітін өрттейтін жер осы ғой деймін. Бисмиллахир-рахманир-рахим деймін, осы жерден кеткен адамдардың бәрі иманды болсын, жәннатта болсын. Ақырет күніне дейін жазаларын жеңіл қылсын деп айтамыз, басқа не дейміз енді? Қорыққаннан, ё-моё, Абзик, я не хочу сюда, родной. Ё-моё, Абзик, мына жақта қарасай. Аңғарсай, мына жақта скамейка ма? Жоқ, скамейка емес екен. Ё-моё, Абзик, зря дейді. Аңғарсай. Мына жақта сызықтар, ана жақта тесікке көрсетіп қойыпты. Көрейін ба? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ой, арғы комнатаға тесік қой просто. Зря дейді соны. Мына стрелкалар. Ё-моё. Мына жақтан біреу қарағандай болды, как будто, прикинь. Или мен өзі фантазиям ойнап жатыр ма? Мынандай звезда Давидалар көп екен енді. Мына жақта өңкей сатанисттар тұра ма? Құдай сақтасын, астағфираллах. Құдай жақсы жолға сала көрші осыларды. Мына жақта қара, жаңғырған бірдеңелер қарсай. Не істеген мұнда? Бисмиллахир-рахманир-рахим. Хуй. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ужас кинодағы сияқты, брат. Осы жерде біреу қайтыс болып кетеді, походу, брат. Самаэля. Смотри выше, дейді. Что выше?
Ничего нет. Бисмиллахиррахманиррахим. Дальше кеттік. Бә комнаталарға кірмей ақ қояқшы әбзик. Комнаталарда тым жоқ сияқты ғой. Мына жер моргқа ұқсайды, брат. Как будто бы бегите дейді, прикинь, брат. Қаштық па? Брат, откровенно айтып тұр ғой, қаш деп. Кеттік, маяқ не істеп жүрік, родной? Не тут дейді, бегите дейді. Еман аяқта қарасай, родной. Еман аяқта көреміз ба? Жүрін аяқта көрейік. Бисмиллахиррахманиррахим. Бұлай қарта до конца барамыз ба, брат? Қорқынышты ғой, прям. Мән аңғарсен аяқта прям костер жағама, халқым не істейді? Бисмиллахиррахманиррахим. Короче, мына жердің иісі прям сырый андай бір прям призрактар жүретін погода ше, мына жер. Погода ма, атмосферасы. Андай бір ылғалдың дәмі шығып тұр, короче. Тұрып қалған судың ба, бірдеңенің дәмі шығып тұр, короче. Иісі шығып тұр. И бір андай сеніп қалатын сияқтысың именно осы иістермен, барлығы в совокупе, барлығы бірге қосылып, как будто шынымен де осы жерде бірдеңе бар сияқты болып сезіліп жатыр да. Или мен өз-өзімді романтизировать етіп, өз-өзімді разгонять етіп, қорқытып жатырмын ба, түсінбедім, короче. Бірақ мынау нелер всякие знактар қорқынышты екен, енді базар жоқ. Ух ты, в конце коридора почему-то тепло. Анау коридордың соңында байқап тұрсаңыздар, жылу источниктары бар екен. Бір рет давайте зафиксируем это. И пошли дальше. Қорқынышты екені де. Естіпсің ба? Там люди, по-моему. Или үстінде шығар? Ух ты! Че, зайдем туда? Тепловизор включи. Қазір. Так. Қыздардың дауысы шығып отқан сияқты. Мен қыздардың дауысын естідім. Кто там? Жарайды, бір көтеріліп көрейік. Ух ты ж. Но я слышу людей. Зомби-хантер дейді. Это удачи дейді. С днем рождения дейді. Жоқ, мына жақта тыныш. Біреудің туған күнін тойлап өткен сияқты. Удачи деп жазып қойыпты, рахмет. Дәлияға да керек болып қалар ол. Ну, тут видно, что это морг. Мынау енді, очевидно, это не кровь. Я надеюсь, не, это не кровь. Қанның түсі мұндай болмас. Фу, мына кафельдер қорқынышты екен өзі. Либо столовая, да, как будто столовая. Біз шаршадық. Подвалдан шықтық. Соңғы көретін жеріміз 4-ші этаж или крыша. Ну тут уже точно нет. Энтузиазм жоқ, күш жоқ, настроение жоқ. Зато қайтуға желание бешен. Зато убедились. Ерекеңіз Нұрекең жоқ, Нұрағаң жоқ. Так, нома пиғылап отқан. Все, GoPro-ларды алсақ болады. Түсінгендеріңізде біз сөйтті ма? Біз қорытындылап жатырмыз. Жалпы бір есть такой дәл адреналиннан бұрын, неден бұрын, қорқыныштан бұрын өзімді қайттан бала сезіндім. Вот сол кайф болды мен үшін. Ең кайф болған нәрсе сол болды. Бірақ өте қызықты опыт болды. Ең қорқынышты болған сәт не болды саған?
подвал қорқынышты болды. И өзім жалғыз жүрген кезде кішкене қорқынышты болды. А так, Подвал реально. блин, қорқыныш не из-за того, что мен там да бірдеңе көріп или там бірдеңе шықырлаған үшін, а из-за того, что мен этот бигуди себе накрутил. Да. Өз-өзіме, короче, накрутил. Қорққанға қос көрінеді деп айтқан сол ғой дәл өзі. Мен де жалғыз жүргенде қорқтым. Бірінші выпуск осымен бітті. Бұл енді пилотка әлі. Ары қарай қызық выпустар болады, қызық локациялар болады. Біз енді бұйырса, наверное, тек қана Алматының бөлігінде емес, бүкіл Қазақстанның қорқынышты жерлеріне барлық аңыздарды тексеріп тастауға ниет бар. Осымен енді Делекор демалатын болса, менің жолым енді ғана басталмақ. Сондықтан күтіңіздер, көріңіздер. Ануарға рахмет. Жақсы кеш болды бүгін, жақсы түн болды. Қорықпаңыздар. Сонымен қорықпаңыздар. Ну, не лезьте лишний раз, если бір нәрде заброшка бар, бірдеңе десе, как минимум из-за того, что здесь не совсем безопасно. Тылсым күштер бар негізі. Тылсым күштер жағын білмеймін, бірдеңе құлап кетсе, аяғыңа бірдеңе кіріп кетсе деген жағынан қарастырып отырмын мен. Сондықтан Как минимум бір стресс алып қалсаң қиын болады ғой. Біздің уже миымыз кішкене істемей жатыр. Келесі выпуста кездескенше. Еліміз аман, жұртымыз тыныш, елестеріміз не высовываются. 91, 1, 1, 1, сау!